Ордабасы ауданында 200 орындық жаңа мектеп салынуда. Жүйелі даму жолына түскен Ордабасы ауданына қарасты Бөржар ауылдық округінің Ынтымақ ауылында 200 орындық жаңа мектептің құрылысы жүріп жатыр. Құрылыс жұмыстарын тәжірибелі КДСМ мердігер мекемесі атқаруда. Бұл компания бұған дейін де облыс көлемінде бірқатар білім беру нысандарын салып, өз сапалы жұмысымен танылған. Учебный блок дейді, 3 этаждық, артында пищевой блок бар, и столовый бар. Ортасында мына тұрған жеріміз қазір галерея. Сапасы кепілдік бізде басымызда технадзорлар аптасына 3-4 рет келіп тұрады. Авторский надзор. Сапасын енді мына көріп тұрсыздар. Қазіргі менде жасап жатқан 43 адам жұмыс жасап жатыр. Ішкі әрлеу жұмыстары, сантехника, канализация, спорт залдың фермасының төбесін жауып жатырмыз. Сварочный жұмыстар жүріп жатыр. Мектептің жалпы аумағы 2 гектардан астам. Бұл Ынтымақ ауылына аса қажетті әлеуметтік нысан болатын. Енді ауыл балалары жаңа заманауи мектепте білім алып, жарқын болашаққа қадам баспақ. Енді қазіргі осы ауданда 4 күлде 200 орын тұр, осында 2 мектеп салынып жатырмыз. План бойынша желтоқсан туын, бірақ енді сентябрьге береміз деген жоспар бар. Талапқа сай, по проекту, ешқандай ауытқу жоқ. Ұлдархан Олиханқызы, Айбек Бекбау, Кемел ақпараты.